Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайын, құрметті бауырлар. Сіздермен мен Жасбос, Жасұлан Жакупов. Бүгін мінекей біраз азаматтар бізге қайта-қайта қоңырау шалып, жекемізге жазып жатыр. Өткендегі Жалағаш ауданында болған Ақсу ауылындағы мәселе жер дауы бойынша қалай шешілді, қалай шешімін табатын болды деген сияқты сұрақтар келуде. Жалпы бізде қазір Қызылорда облысы бойынша жер дауы, еңбек дауы өршіп тұр. Сондықтан бізге көптеген азаматтар хабарласып жатыр. Біз енді барынша ақпаратты беруге тырысамыз, бірақ енді десе де бүгін енді Ақсу ауылы туралы айтуға тура келіп отыр. Жалпы бұл жақта Сарке Батыр деп аталатын үлкен шаруашылық бар. Біздің осы Ақсу ауылының 113-ке жуық тұрғыны осы Сарке Батырда жұмыс жасайды. Сарке Батыр 950 гектар жер көлемінде егін егеді. Яғни барлық жұмыс процестерінің барлығы қазір бастау алып қойған. Бастау алып қойғандықтан қазір енді жер, екінші тараптың сұрап отырған жерін өкінішке орай бұлар бере алмайтындығы туралы айтылып отыр. Біз енді бұл бір жақ Сарке Батыр қазіргі уақытта өздерінің жерін қараша айында, жылдың соңында, яғни ноябрьде береміз деп уағдаласып, келісіп, екінші тарап бітімге келіп отыр. Енді екінші тараптың айтуы бойынша ол жақтағы азаматтар өздерінің 15-20-ға жуық азаматтар өздерінің жерін алуға ниетті. Енді бұл кісілердің айтуы бойынша бұны даурықпай, ешқандай мәселені шулатпай, біз өзіміздің жерімізді алғымыз келеді деген өздерінің өтініштері бар. Енді бұл кісілердің өтініштерін қанағаттандырып, заңдылыққа сәйкес ноябрьде береміз деп отыр. Енді егін басталып кеткеннен кейін, егін науқаны басталып кеткеннен кейін заң бойынша жерді беру заңсыз болып саналатындығы бар. Енді екі жақ келісімге келгеннен кейін қазір жақсы жұмыстар, өздерінің жұмысы басталғаннан кейін дауда тоқтап тұр. Сондықтан бізге лайым ауылдық елді мекендердегі ағайындардың дау мәселесі өкінішке орай қазір әлеуметтік желілерде республикалық деңгейге дейін көтеріліп жатқандығы әрине бұл көңілге кірбің салады. Себебі неге десеңіздер, біз бұл мәселелерді ушықтырмай, жергілікті билікпенен біз осы мәселелерді уақытысында шешсе, бұндай жағдайлар орын алмас еді. Сондықтан да құрметті қазіргі таңда жер үлескерлері бар азаматтар, егер сіздер өздеріңіздің жерлеріңізді ала алмай жатқан болсаңыздар, заңдылық тұрғыда өкінішке орай заңның артына тығылып, өздерінің білімге салып жатқан шаруашылықтың төрағалары болатын болса, әрине бұл заңсыз әрекет болып саналады. Сондықтан барша ағайынға тілеулес болған барлық ағайынға үлкен рахмет. Біздегі осы ақпарат барынша осы. Біз енді Жалағаш ауданындағы Ақсудың қазіргі біз ахуалы туралы өткенде айтқан болатынбыз. Енді бұл біздің жеке өзіміздің ойымызды, көргенімізді, білгенімізді бүкпесіз ақпаратты шынайыға таратуға біз қашанда дайынбыз. Біз қай тараптың болсын ақпаратын желіге шығаратын боламыз. Біз бір жақты ақпаратты, осы ақпараттікі дұрыс, біз мына осы қорғаймыз, қолдаймыз деген ол біздегі мақсат емес. Біздің мақсат сол елдің ішіндегі болып жатқан ақпаратты бүкпесіз дәрме-дәр елге жеткізу. Сондықтан қазір заңсыз әрекеттер өте көп орын алуда. Біз енді барынша халықтың көзін ашуға, ағартушылық бағытындағы жұмысымызды және сараптамалық бағыттағы жұмыстарымызды жандандыра беретін боламыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Құрметпен Жасбос, Жасұлан Жакупов.